Жетпіс таяған шағында міне осындай тап болдым. Бұл тап болу екен мына үлкендердің істеп жүргендері. Жасөспірімдерге осында күш көрсетіп, қолданып, болмаса да үйлеріне жұмсап деген сияқты. Міне, ал енді мен осы туралы кеше баламды жерлегеннен кейін бардым бюроның роботысына. Арызымды бердім. 6 бала да бар ішінде. Ал енді бүгінгі тексеру нәтижесіне келгенде менің баяғы берген арызым да жоқ. Мен түсінбеймін. Не ол сот, сотымыз, сосын кеше сот кезінде жүріп жатқанда, ана тексерушіміз жаңағы баяғы документ қай жақта екенін білмейді. Біресе айтты департамент, біресе басым жасамады. Мен түсінбеймін, біздің басымыз жасамай жүр. Міне, білмеймін оның басын неге жасамай жүргенін. Үлкен балдардың зорлық, зомбылық жасағанның кесірінен өзінің кішкентай балдарға, олар 3-4 жасы үлкен баламнан. Солардың көрсеткен зорлық, зомбылығының кесірінен жалғыз баламыздан кәртейғанда асырап бағат деп отырған баламыздан айырылып қалып отырмыз. Оны бұрында да айтып едік эфирде. Сол қылмыскерлердің сотының үш отырысы өтті. Оның бәрінде де тергеушінің кесірінен, тергеуші баламыздың ісін дұрыс жүргізудің орнына қылмыскерлерді жақтап, бұрмалап берген, сол күні әкеліп берген балдардың, әкелген күні сыныптас балдарының жалған берген түсініктемелерін тіркемеген, олар құлап, балам құлап, жүрек ұстап құлап қалды деп жалған мәлімет беріп, 18-20 сағат бойы бізді адастырып, қан қостырып, сонда да өздерінікі дұрыс деп берген түсініктемелері соның өзінде тіркелмеген іске